Кредитті списаниеге жіберу деген қаншалықты рас? Кредитті списаниеге жіберуге болады, оны тікелей банктың өзіне арыз жазып, бірақ шешімді банк қабылдайды. Оны кешіре ма, кешірмей ма, банк шешеді. Бұл бірінші қарапайым әдісі. Екінші әдісі бұл банкроттық. Банкроттыққа арыз дайындап тапсыру керек. Ол соттан тыс банкроттық бола ма, сот арқылы банкроттық па, соған байланысты. Осы түрлері бар. Ал енді мен саған гарантиямен списать етіп беремін, маған ақшаны бер дейтіндер алдап кетуі мүмкін. Осы екі жолы бар. Мысалы үшін кредитті списаниеге жіберуге біз негізі болмайды деп айтамыз. Көбіне емес 99%-ында банктер оған отказ береді. Бірақ арыз жазу керек, соны осыны көрейін дейтін болсаңыздар, біз арызын бар болған 10 000 теңгеге жазып беріп жатырмыз. Ал енді банкроттыққа келетін болсақ, банкрот сөйтіп жасаймыз. Келесің ба, келмейсің бе бәрін анықтаймыз, қолыңа жазбаша құжат ұстатамыз. Сосын әрмен қарай соған байланысты әрекет етеміз. Соттан тыс болса, соттан тысқа тапсырып береміз. Сот арқылы банкроттық болатын болса, сот арқылы банкроттыққа сотқа дайындап тапсырып береміз. Аресттерді шешкізіп береміз. Сотқа қатысып береміз. Аяғына дейін жұмыстарды жүргіземіз. Мұның өзінде айтатыным, бұл жағдайдың өзінде де мәселенің барлығы сотта шешіледі. Соттан тыс банкроттықта бұны жаңағы уәкілетті орган, салық органдары шешеді. Мінекей ағайын, кредиттік списание жіберу деген түбі осыған келіп тіреледі. Ал біреулер жіберіп беремін гарантиямен деп жатса, алданып қалмаңыздар. Бізге жүгінсеңіздер болады.